Бұл ұлан қайыр Монғолияның Баян өлгей сақарасы. Сарыгүздің салқыны әлі зарығын баса қоймаған мынау қоңыр қойнаулар Қарагүз қазан басының қармен бастылғанын тым жатырқай қоймады. Алтай Таусілемнен жеткен алғашқы қарға құшағын айқарашты. Алажаз ат тұяғы тимеген осынау кең өлке, қансонарда шаңқылдаған қыран даусынан селт етті де, сақыра саятшыларына құшағын айқарашты. Қансонарда қаны қызбайтын қайдағы бүркітші. Жонтаудың жолағына елегізіп, елең алаңда ат ерттеген мынау сайлаулы саятшы ынтан ақсақал, бүркітінің үйреншікті бауашар сай саласын сиыр түске дейін бірде бірін қалдырмай, түгел шалып шыққан болса да, бір қызылдың қарасын көре алмай ширыққанды. Сәресін сәскеде ішкен қансонардың қызығай деген. Жылонекай ат үстінде жүрсе де, бүгінгі серуен қарттың көңілін сергітіп, жанын жадыратқан. Соған қарап, қолындағы жұдырықтай құстың құдіретіне қалай деп, сырлы, сыйлы сезіммен селт ете қаласың. Өмірдің бір қызығын саятшылықтан тапқан қарт, бүгін бір қызылдық қанжығаға байламаса да, көкжал соққандай алып ұшқан көңілінде шек жоқ. Секілді байланбаған қайраны заман ақ қайрандай, судағы қайраңдағы. Баян өлгей даласын қақ жарып, ұзыннан ұзаққа созылған Қобда өзені жұмыры жұқарғанша екі өңірінің өзегін бір талдырған емес. Жайлау десе салтанаты, қыстау десе аманаты болған осынау Қобданың қоңыр қойнауында көшіп қонған ауыл-ауылдар ғасырлар бойы бейбіт тірлік, береке бірліктің отын маздатып, тынысын үзбей, ұрпақтан ұрпаққа жалғағаны өрістегі малынан ақ мәлім болғандай. Бұл аймақта мыңғыртып мал айдамаған малшы кемде кем. Десе де кең даланың құшағына қусырылмай тағы сыйып жатқанына қайран қаласың. Сол кең табиғаттың бір етегін еркін еншілеген ынтан ауылы күзді өткеріңкіреп келіп, қыстауына тақап қонған. Қыс 6 айды осында аман өткөрсе, төлдеулігі 4 жайлаудың іргесінде. Дегенмен ауырсын алда. Қыс қатты болған бір жылдары осы алқаптан тігерге тұяқ қалмай қала жаздапты. Соның бәрін қаттап шоттаған қарт, мал санын тежеп, нәсілін ұстаған. Әр жолы саяттан оралған сайын
қыранын балаша әлпештеп, қанат құйрығын сылап, еркелетіп, елітіп отыру Антан ақсақалдың үйреншікті дағдысы. Ол бұл дағдыдан құс салған өмірінде бірде бір күн жаңылған емес. Құмай тұмсық, қысық көз, шыбар балақ шынжыр төстен, сарбалақ саршаға дейін қолынан шыққан талай бүркіт дәл осы алақанның аясында баулынып бау ашты. Заты қайуан болса да, осы шаңырақтың бір мүшесінен орны бөлек. Иә, мынау ұшар қанатта қартқа жүрегінен берілген. Томағасын алған сайын иесінің иісінен айналып, анасына еркелеген баладай шолжаңдап мәз болады. Қағынып, сілкініп, тайраңдағанын қайтесің. Олардың арасындағы жан түсінбейтін тілсім сырдың түбіне жеткен ешкім жоқ. Ешкім де жетпек емес. Саятшылар жайынан айтқанда құс салып, түлкі алдырып, қызыл көз қыранның қызығын тамашалаудан өткен қызықты дүние болмас сірә. Әне сондай қызықты дүниеге талай айзын қандырған қайтпас қыранды, қалауына қарай қайратын қарт, қансонардан қалжырап қайтса да, қарағұстың қамышын, қаймақты шайын да ұмыт қалдырған. Бүркітті қазақ баласында ерте кезде мұны екі түрме салды ғой. Ең алғаш қайт дегенде ең бай, би, төрелер сәнге ұстады. Өкісін тақты, бабына келтірді, кісіге жөндетсе де, өз жөндесе де, той домалақта, ауыл үйге, қандай бір жиындарда соны сәнге, солар өзіне салтанат ретінде қолданды ғой. Бірінші, ең өз бүркіттің шығу тегі. Ал арғы шығу тегі немене дегенде, бүркітіңізді кәдеуілгі ең алғаш кедейден шығып үйретілген. Ең кедей адамдар жан сақтау үшін бүркіттің далада аң алып отырғанын көреді. Сөйсің оны қолға келтіреді, үйретеді. Соның жаяу бүркіт салатын болған. Сол жаяу салған бүркіттен өздер түлкі мүлкісін алып, аңын алып, жаңағы байларға, билерге түлкіні сыйлыққа ұсынып, біреуінен қой, біреуінен шапан, біреуінен ат көлік деген құсанған. Осындай нәрселерін алып, сонан боп барып мынау енді ұлғайып, сонан байдың сәні, салтанаты, кедейдің тіршілігі болып шыққан біздің қазақтың ең алғашқы дәстүрі. Бүркіттің тегі, бүркітті асырау тек, бүркітті алғаш салу, баптау қазақтың ең алғашқы қазақтың дәстүрі. Ол салт қазақтікі. Ал бүркітіңнің өз дүз балапан деген екі түрлі, балапан деген дуядан алып асырайды. Оны қол бала деп атайды. Қол бала деудің мән-мағынасы не дегенде. Қол түскен баяғы бала құсанған адам үйір болып кеткен ет үйір болады. Ол жаңа ең қол баланың бір нашарлық жері болады қол баланың. Анау кішкене қарын ашып әйтіп мүйтіп бабы келмей ашықтырып әйтіп мүйтіп қарсаңында қол бала аңға да түседі, балаға да түседі, малға да түседі, құсқа да түседі деген құсанған сондай қауіптары бар. Бірақ ол үйретуден алғаш үйретіп өзін сол баптауынан бастап дұрыс үйретсе, о да баяғы дүз құсақ кетеді. Ал дүз құс дегендеріңіздің бабы табылу оңай болмайды. Ол оңайшылыққа көнбейді, кісіге жақсы ойын бермейді. Сондықтан оны жуасытудың өзі. Мисал қол балаңызды емес, сол дүздеріңізді ешқандай бой бермейтін. Құстың өзінің мінез құлқы да әртүрлі болады. Кейбірі өте шарқая, долы, оңайшылыққа көнбейтін болады. Соған біздің қазақта кәдеуілгі алғаш жуасытқанда сылайды, сипайды, оның үстіне ырғақ дейтін нәрсе істейді. Ол ырғақ немене дегенде жаңа бүркітті шаршату, соның тыйтығын құрту, сондай нәрсе істейді. Оны екі жағын екі ағашқа байлақ қояды да, сөйсің ортасын, арқаның ортасын бүйтіп тақ осындай домалақтап әкеп екі бас жіңішке. Сөйсің оны екі арқанға, арқаның екі үшін екі жағына таңып тастайды да, сөйсің соның ортасына бүркітті отырғызып қояды. Сөйсің онда елде келіп жатады, бала шаға да жүреді, өздері кеңесін де құрады. Мисал салтанат істеп, өздері шай суан ішіп отырады. Келген адамдар жаңа жерге құрып қойған бүркіттің өзінде соғық болады. Жаңағы арқанды қозғақ болады деген сияқты. Соғар саңында жаңа бүркіт тыныштық ала алмай, кешке дейін бүйтіп ырғақтап кеп отырады деген. Сондықтан ырғақ атанған.
Ал сөнсөң бүркіт әбден шаршап түскөндөн кейін барып, жаңа қолына алып, сыйпап, томағасын алып, қайта кигізіп, үстіп барып еңе болмайтын құстарды өте үстіп үйретеді. Ал енді кейбір құстар мінезі жақсы болады. Олар келген жерде со баптап, кәдеулгі сылап, сыйпап, қолға қондырып, үйдің ішіне қойып, сөнсөң бала шағаға үйір қып, жанынан балаларды өткізіп үстейді. Ал мұны жемге келдіру үшін, жаңа шақыру дейміз, со шақыруға қол ұстап тұрған етке келдіру үшін алдымен жақын-жақыннан бүйтіп алдына, бүйтіп бүркітке бүйтіп ұстап тұрып, сөнсің әгін çoқып, оның аяғын сап, онан қонып, оны жұлып, енді онан кейін бар, кішкене ұзата, есікпен төрді ерге деген құсанға сөйте биікке қойып, енді қайтып ұзақтан шақыруға келеді. Шақыруға келтіріп алу деген осы. Баян-өлгей қазақтары құс салып салтанат құруды тұрмыс дағдысына сіңірген. Міне, содан болса керек, өлгей сақарасында бүркітсіз ауыл болмайды. Соңғы жылдары жергілікті үкімет бүркітті қорғалатын аң құс ретінде ұядан алуға тыйым салып, түзден ұстауға жол қойғандықтан, саятшылар көбінде түз қыранын ұстап қолға үйреткен. Ақсақал қыранының жайы да солай. Және де қарабастың қамы емес, қара құстың қамы. Күрең шайға күрмелген қарт жоқ. Күн бойы құс салып шаршап келсе де, жайланып демалмаған қартқа қарап, қара құстың қасиеті қайда дерсің? Мынау қоя деп атаймыз мұны. Қоя дегеннің өзінде неше сүрлі ғой, 4-5 сүр болады. Мынан тал қоя дегені бар, кигіз қоя деген бар, кендір қоя деген бар, сүйек қоя деген бар деген сияқылды. Мынаның салудың мағынасы неде дегенде, мынау бүркіттің еті мол, жаңадан қайырған кезінде етін бермесе, сөзсің кішкене ет семізде болса бая қоя салып, ішін тазалау деген сөз. Ал мына қояның өзін жас талдан осындай мынандай 4 елі мөлшерін деген. Мынау өте қысқа болып болған жағдайда, мынау шекке айланбай көлдігіңді ұқпаса, бүркіт, онда кәдеулігімнен қайта сыртқа шығара алмай, бүркіт өліп қалатын жағдай. Кигіз қояны деген салат, кигіз қоя деген нәрсе, ол ішіндегі жаздайғы өзінің жеген жаңағы арам лас, қоқ-соқ сондай май сүй ішіне май басып кеткен, сондай арам ластарды, соның майын кигіз қоя тартады деген сөз. Сүйек қоя, кигіз қоя, кендір қоя үшеуінің міндеті біреу. Ал мынау ішектің ішін кеңітеді, ішіне тазалау жүргізеді деген мағынада осындай түрде салады. Ал қояның өзін бүркіттің алдымен жемін беріп, сөзсің берген жемнен кейін мынаны томағасын алып, алқымын кеңейтіп отырып барып сөзсің екі жағынан салады. Мына тал қояны салғанда негізі мынаның екі жағын мына бүйтіп, не жерін мынадан кәдеул бүйтіп ұңғырулап отырып, мынаны қуыстап салады. Өйткені аны шектің ішінде тұрған қыл қыбыр ондай мындай қоқ-соқтан ау, қайтып жинап бері қарай тыстағанда қайтып алып шығады деген сөз.